Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге үйде ауызашарға немесе сәресіге осындай өте дәмді, өте оңай етпен бәлішті мясной пирогты қалай жасалу жолдарын көрсетпекпін. Бұл пирогтың ішіне салмасына ет немесе тауық еті де жарайды, немесе көкөністермен жасасаңыз да өте дәмді шығады. Ал бісмилля деп, ең алдымен бізге ұн қажет, қаймақ 2 қасық саламыз, сүт керек, қант, тұз, ашытқы, тағы да өсімдік майы керек. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, ашытқыны, қантты салып араластырып аламыз. Содан соң 2 қасық қаймақ саламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Содан соң сүтімізді құйып, қамыр илейміз. Өсімдік майын құйып, кішкене. Қамырымызды демалдырып қойып қоямыз. Жұмсақ, өте әдемі қамыр болады. Содан соң ішіне салатын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін бізге капуста, пияз, аскөк, укроп немесе петрушка және де тартылған ет. Капустамыздың үстіне тартылған етімізді, аскөкті, пиязды бәрін салып, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін салып, жақсылап салмамызды дайындап аламыз. Өсімдік май қосамыз кішкене. Ана осындай әдемі салмасы дайын. Содан соң қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу етіп дайындап аламыз. Қамырымызды осылай жұқалап жаямыз. Үлкен бөлігін астына, кішкене бөлігін бетіне қоямыз. Жайылған қамырымыздың ішіне осылай бетіне салмамызды салып, тегістеп, бір тегістетіп саламыз. Содан соң екінші қамырымызды үстіне қойып, ішіндегі ауаларын шығарып, кішкене 2 шетін жабыстырамыз. Қамырдың 2 шетін жабыстырып шығамыз. Содан соң осылай бүріп шықсаңыздар да болады, немесе тағы басқалашалай өріп шықсаңыздар да болады. Мен бір пирогты осылай вилкамен еңсесіп осылай жасадым. Мына шетін бүріп шықтым. Содан соң жұмыртқаның сарысымен кішкене сүтті араластырып, бетіне жағып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минуттай пісіреміз. Содан соң екінші түрін мен осылай жасадым. Бұның шеттерін өрдім. Содан соң ортасын осылай гүл жасадым. Тесіп, пышақпен кесіп алып, осылай гүл жасап, бетіне күнжіт сеуеміз. Бетін майлап, күнжіт сеуіп, духовкада 170 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің етті бәлішіміз, яғни мясной пирогымыз дайын. Өте дәмді, өте тойымды болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рахмет!